Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз овсяно-хлопьядан ПП печенье пісіреміз. Құрамында майда секері жоқ өте пайдалы печенье. Керекті тағамдардың құрамын әдеттегідей видеоның астына жазып кетемін. Алдымен табамызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үш жұмыртқамызды жарып алған соң, миксердің көмегімен пена болғанға дейін миксерлейміз. Жұмыртқамыз осылай 2-3 есе ұлғаю қажет. Масса ұлғайған соң үстіне овсяно-хлопьямызды саламыз. Одан соң грек жаңғағымен және изюмді саламыз. Одан соң 1 шай қасық корица мен разрыхлителімізді саламыз. Содан соң силикон лопатканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Массамыз жақсылап біркелкі болып араласқан соң бетін пищевой пленкамен жауып 40 минутқа қойып қоямыз. Минут өткен соң қасықтың көмегімен пергамент қағаз төселген противенге осылай салып шығамыз. Одан соң 180 градусқа қызып тұрған пеште 15 минут пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеміз дайын. Печенье өте дәмді және өте пайдалы болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Келесі рецептілер жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын!